Жаман қыз. Жарастың аты бір ғана ауыл, совхоз емес, бүкіл аудан, тіпті облысқа әйгілі. Социалистік еңбек ері, құрмет белгісі, орденін егері. Айтары жоқ, дүрілдеп жұлдызы жанып тұрған атақты шопан. Жыл сайын жаз ортасында болатын шопандар селтінде әр 100 саулықтан 60-тан қозы алды, әр қойдан 3-5 килограммнан жүн қырқты, деп аудандық газеттер жалаулатып жазады. Облыстық газеттерде қалыспай коммунистік Жарасбай Дәулетовты озат тәжірибесі деп суретімен 90 аралатпай жариялап мадақтайды. Шопандардың аудандық ауылдық жиналыстарында, совхоздардың, партия ұйымның аудандық партия конференцияларында, облыстық кәсіподақ ұйымдарының жиналыстарында Жарас Дәулетбаев төрде президиумда басшылармен қатар отырып бірінші сөз сөйлейді. Бірнеше мәрте республикалық съезге де делегат болып қатысып, онда да облыс атынан биік трибунада өз жетістігі туралы баяндады. Осындай мақтаулар мен марапаттар пәлен жыл бойы қайталана берген соң, басы айналған Жарас кейде кеудесінен ан пісіп, кей жерде өзін тым өктем ұстайтын. Ауданнан, облыстан келген өкілдерді құрақтай ұшып, қарсы алып кетерінде майлап қалталарын мол қаражатпен толықтырған соң, кейде совхоз директорларына да шекесінен қарап қалатын. Осы Жарас кеше жайлауға апта сайын қатынап тұратын. Көлікпен совхоз орталығына келген. Мұнда салдырып қойған 5 бөлмелі ақ шатырлы еңселі үйі бар. Соған тоқтады. Бұл үйді әзірге тұрмысқа шыққан қызы Зылихаға беріп қойған. Енесі бала-шағасымен тұрады. Жарастың жап-жаңа бірнеше костюм шалбарлары, көйлектері бір бөлмеде арнайы өзінің шкафында ілулі тұрады. Орталыққа келген соң малдағы киімін шешіп, жуынып, қырынып, осы киімдерін киеді. Бүгін де сейтті. Елуді еңсеріп қалса да, Жарас үстіне киім кигенде мүлде жарасып көрінеді. Жарас жанағы үйдің қасынан тағы жер алып, екінші үйді салдырып жатыр. Өмір бойы шопан болмайтын шығармын, малдан босасам, отыратын өз үйіміз дайын тұрсын дегендегісі. Үстіне костюм шалбарын киіп алып, бейне бір қаладан келген өкілдерше маңғазданып, сол үйдің жүріп жатқан құрылысын көрді. Өйтіндер, бүйтіндер деген кеңесін берді. Құрылысшыларға еңбек ақысын төледі. Сөйтіп бірінші жұмысын бітірді. Ендігі бет алысы орталықтағы жаңадан салынған үлкен дүкен. Дүкенге Жарас келгенде саудалары жүрмей, іш пысқаннан беттерін опалап, қастарын бояулап отырған қыздарға өре түргелді. Ағай, келіңіз, не аласыз? Айта беріңіз деді, бәрі сызылып. Жаңа туған немерем бар еді. Соған не қажетін бәрін беріңдер, деп айтуы мұн екен. Сатушылар мынау дұрыс, мынау керек дегеннің бәрін алдына қойды. Оны алдына жиып қойған Жарас. Жас келінге лайықты не бар? Соны беріңдер, деді. Охо, ағай, жақсы келін де ойлап жатыр. Мүмкін халат, мүмкін біз білмейміз ғой. Ағай қандай
размер еді. Осы мына қызымыздай талдырмаштау әдемі өзі, деп қалды. Жарас байқамай содан кейін қайтадан сендердей әдемі дегенім ғой, деді. Ағай, менің сіздей атам болса ғой шіркін, қалай жақсы көресіз келініңізді, тіпті көрініп тұр, еш нәрсе аямайтыныңызды. Ол да балам ғой, я қызым, дей салды Жарас тағы сөзін жөндеп. Келініңізге жібек ішкөлек бар, дей берген бір сатушы қыз. Қояры, Күлима, атасы келінге ондай нәрсе тарту етпеді ғой. Ағай, келініңіз қайда? Осы жерге ертең келсін, бәрін дайындап қоямыз. Келінім қырда ғой. Жайлауымдамыз. Мен осында директор шақырып шаруамен келдім, деп Жарас өзінің дәрежесін жоғарлатып қойды. Енді орталықтағы сауда магазині ғой, келінім жақында босанған, бала қырқынан шықты. Сосын базарлық ала барайын дегенімін. Жайлауға баратын автодүкенде қалған зат бола бермейді. Ағай, сіз Жарас Дәулетбаев деген атақты шопансыз ғой. Біз сіздің суретіңізді газеттен талай көргенбіз, телевизордан да сөйлейтініңіз, иә? Біледік екенсіңдер. Ой, егер жайлауда болсаңыз, қазір жас келіндер де қыздар да киеді. Әрі жеңіл, әрі ыңғайлы спорттық костюм шалбары бар. Мынандай, ағай, спортивка дейді. Үй тұрмысында өзіміз де киеміз. Егер жайлауда малда болса, бұл таптырмайтын киім. Мына түрі новинка, келініңізге қатты ұнайды. Алғаныңызға өкінбейсіз, деп атақты шопанды таныған сатушы қыз мақтауын жеткізіп бір орамды ашты. Бағана келініңіз мендей деп едіңіз ғой, міне қараңыз, мендей болса шапшақ, мынасы дұрыс, қызылға ақ жолақ тартылған әдемі, жоқ көгілдірге сары жолақ тартылғаны да тамаша, ағай, деп екінші қыз қуаттай түсті. Бәрі әдемі. Келінге бір нәрсе табылғанына Жарас қуанып кетті. Екеуін де беріңдер, қай ұнатқаның киеді. Мұны естігенде сатушы қыздар одан сайын мәз болды. Бай ағай, крутойсыз, өзіңізге де бірдене алмайсыз ба, деді. Саудамызды қыздырып жақсы болды келгеніңіз. Атағыңызға сай екенсіз, жомарттығыңыз байқалады. Жарас қыздардың мақтауынан кейін дүкеннен көңілденіп шықты. Өзінің әйеліне, баласы боданға да қыздар ұсынған нәрселерден алды. Бұл екінші жұмыс еді, бітті. Енді үшінші жұмыс совхоз директоры болса, жолығып курортқа барасандар, келін екеуіне керек болар деп, бөлекше оралған көк қағаздан бір буманы тастап кету. Қолындағы заттарын жолай үйге жеткізіп, жеңілдеп кеңсеге келді. Өкінішке орай түске жақындап қалған кезде конторға бастықтардан тек жұмысшылар кабинетінің төрағасы Тілеу Найманбаев қана бар екен. Ол Жарасты көргенде қуанып орнынан ұшып түргеліп сәлемдесті. Жәке, ау, неғып жүрсіз? Малжан аман ба? Немерелері болыпсыз, құтты болсын, үлкен той жасапсыз, естіп жатырмыз, дейді. Қалбалақтап, Жарастың аудандағы жиналысқа дайындалып киінгендей мына түрін көріп, мынаны сықиып киінуін қарашы, қойшы деп ешкім айта алмас. Сайтанның түрі жып-жылмағай болып кетті өзі, деді ішінен өзінен өзі. Директор жоқ болған соң, Жарас оны мұныға уақытын бөлгісі келмеді. Әдеттегідей Тілеуге асығыс екенін, жайлаудағы малда ұлы жалғыз
қалғанын ескертіп, қолы тигенде соғып кет деп Нұрекен хабар айтқан екен. Өзі бүгін тығыз шаруамен кетіп қалыпты ғой. Келетін машинаның реті болған соң осында тартып кетіп едім деп директор Нұрғали Жаппасовтың атынан өтірік айта салды. Жаздағы қаурыт жұмыс кезінде маған кім келді, кім не деді деп сұрап жататын директордың бір сәтке уақыты жоқ екенін Жарас біледі. Бір ауық тілеуге де тапсырма беруді ұмытпады. Менің қысқа қонысым бірінші жөнделіп мал қорыма мұнша алдыма жемшіп жеткізулі керек. Білесіңдер ғой оны, осыны ана бригадирлерге ескертіп қой. Осы кезде тілеудің маңдайы тыржиып кетсе керек. Неге маңдайларын тыржияды? Ей, осы совхоздың атын шығарып отырған мен емеспін бе? Айтыңдаршы. Өз үй ішімізбен 1,5 бас саулықты бағып отырмыз ғой. Көмекші де? Жоқ, көмекшіге бір шопанды бөлу керектігін қақсап келем, деді. Ойбай-ай, Жәке-ау, иә, бәрін жасаймыз. Жасалады ғой, бірақ өзге де малшылар, шопандар бізге қарап отыр ғой. Оларға көңіл бөлмесе тағы болмайды. Сосын бар ғой, Жәке-ау, қазіргі жұрт малдан қашатын болды емес пе? Бәрінің есіл-дерті қала болады да тұрады. Мен байқап отырмын, бір 10 жылдан соң мына сіздердің ізбасарларыңыз болмайды. Сонда мына совхоз малына кім ие болады деп жұмысшылар кабинетінің төрағасы Тілеу Найманбаев сөздің бетін басқа жаққа бұрып беріп тағы да. Айтпақшы, ұлыңызға былтыр біз берген мотоцикл бар емес пе? Мұндай техника ешкімде жоқ. Сонымен лаждап мал қайырып арасында өзіңіз бар. Биылға шыдаңыздар. Келесі көктем жазға дейін қарастырылады ғой. Беріледі енді, деп қызмет дәрежесі жоғары бола тұра тура бастығы совхоз директоры алдына тұрғандай Тілеу Жарас Дәулетбаевтың алдында күмілжіңкіреп қалды. Өйткені Жарас Тілеуге әуелден ақ қой десе қойын, машинаға ақша десе ақшаны қалтасына салып, аузын ашпастай алдын алып қойған. Жарастың ұлы бодан 800 бас қойды, 500 әкесінің атында, 300 өз атында мотоциклмен бағады. Бұл техника басқа шопандардың арманы. Өйткені шопандардың бәрінің бірдей мотоциклмен қамтамасыз ету кеңес одағы кезінде мүмкін еместін. Аудандағы лимит санаулы Жарас өзінің беделімен машинаға да сұрау салып қойған. Бүгін тағы бір ұсыныс білдірді. Сол мотоциклді бар ғой, списать етіндерші. Актісі қалай болады? Оны өздерін ойлап табындар. Үйдегі келін Әсимаш үйінде жүргенде ағасынан машинаны да мотоциклді де үйренген пәле екен ғой. Біздің боданнан жақсы айдайды. Маған да осындай бір техникаға керек деп боданға қынқылдап жүрген көрінеді. Жәке-ау, ағасы-ау, енді шамаласаңызшы, келіннің емізілі баласы бар, мотоцикл несі тағы әйел адамға. Әй, менің көмекшім бодан болса, ол боданның көмекшісі емес пе? Пәлен мұн саулықты бағып отырмыз ғой, үкіметтің бір шығын шығармай. Келін күні бойы бесікті тербетіп отырған жоқ, ол да малға араласып жатыр. Немере мен үй шаруасы жеңгенде. Әсимаш, жас қой, әлі өз қызымдай. Қалаға кетем, қой құрсын демей жалғыз ұлдың қасында жүргеніне қуанам. Өзінің жанағаны айтқан жоқсын ба, ешкімнің мал бағуға барғысы келмейді деп. Баласын туып берді, енді мәпелеп, алдап, сулап, ұстап, қызықтарын, нәрсесін алып беріп, мал бағуға үйрете бермейміз бе? Қазір мына көктемде қырдағы жайлау құлпырып, қызғалдақ гүл ашып тұр. Сол қызғалдақ арасында мотоциклді айдап мәз болыпты.
Мынандай тамаша жер бар екен-ау дейтін көрінеді балама. Ертеңгі күнге талпандыру керек қой жастарды. Жәке, өзіңіз пәлен жыл қой баққанда сол қырдың қызғалдағын аузыңызға алып қызыққаныңыз байқалмайтын еді. Биылғы көктемде байқаймын өзгергенсіз. Жеңгейдің сыртынан бір жеңгейді тауып алды дейін десем, сол жапан түсте ешкім жоқ. Әлде ауданға жиі қатынап жүргенде біреу кездесті ме, Сізге барып қарайыншы. Әдемі ақ көйлек, көгілдір галстук тағыпсыз. Пошымыңыз мықты, мынауски қыздарды қағып кететін дейсіз, деп бір жағынан жармақсақтана хи лап күліп қойды Тілеу. Ей, тоқта, дейді Жарас Тілеуді бірден орнына қойып. Не деп тұрсың? Мені ауданда облысқа барамын. Қой бақтым екен деп сабалақ болып жүрейін бе? Кездесетін дәрежелі адамдар бар. Жүріс-тұрыс бәрі түзу болу керек емес пе? Ойын жаман сенің, болды. Жанағы мен айтқаны нәтиже шығар деп Жарас сөзді кілт доғарғызды. Расында жұмысшылар комитетінің төрағасы Т. Найманбаев дұрыс аңғарды. Жарас жақсы ортадан асқанда 56 жасында әлде бір сезімнің жетегіне шырмалғаны анық еді. Мұнысына өзі түсінбеді. Өз үйіндегі өз келіне келгеннен көңілі кетті. Отбасында жүрген келінінен көз алмайтын шығарды. 22 жастағы жас келіннің әрбір қимылына, жүріс-тұрысына қарай бергісі келеді де тұрады. Ал түнде мүлде кірпік қақпай дөңбекшиді. Кейін келінімен бір сәтке оңаша кездессем деген тіпті сорақы ойы келді басына. Әсемаш аман-есен босанып алса, алда көктем шықса, одан әрі жаз қырдағы шетті қиыры көрінбейтін кен жайлау, бұл нағыз арманның іске асатын мүмкіндігі. Әйелге қайын жұртқа өлгендер бар, Құран оқытып кел, жақын жуық ағайынның үйленген балалары, тұрмысқа шыққан қыздары бар, соларға құтты болсын айт. Өзін де қыңқыл-сыңқылмен ауырдым деп жүрсін. Дәргерге көрін, енді бұрынғыдай емес, келін бар қолында, ұзарт асықпа, қырдағы мал жанға өзіміз қараймыз десем, қуана-қуана келіседі. Ұлдың жайы оңай, өзім білем. Сарысудың бойындағы Күдербай түбегінде кесіліп қалған көлге малды тоғыттырып, бір күн түнертіп әкел деп жұмсаймын. Ол да оған қарсы болмайды. Сол көлден балық аулағанды жақсы көреді. Осы уақытта үйде оңаша қалған әсемді бауырыма қысып тамағынан иіскеп, құмарыма жетсем-ау деген арам пиғыл енді. Міне жаңағы совхоз орталығынан келінге алған базарлық сол пиғылдың жүзеге асуы алдындағы алғашқы қадам болатын. Барлығы Жарастың ойлағанындай болды. Әйелі үміт көп ұзамай совхоз бірға апта болуға кетті. Жарас осы жолы әйелінен де ақшаны аяған жоқ. Екі сөзінің бірінде: асықпа, үміт, асықпай, біраз өзін бой көтерші, мал деп өлеміз бе бәріміз, уақытта тауып дәргерге қарал, денсаулығынды тексертіңіз деп тапсырды. Үйден машинаға отырып келінші өбектеп. Әйелі кеткен екінші күнінде бұрын ұлымен отырып сөйлесе бермейтін Жарас оның бөлек кигізедегі отауына келді. Кішкене баланы бесіктен тербете отырып, ұлын мақтан қырап, өзінің ізін жақсы басып келе жатқанын айтып, көпшік қоя, Құдай қаласа, енді УАЗик машинасын әпергісі кеп, совхоз директорына мұны тапсырғанын айтты. Көке, шынба,
Директор келісті ме деп баласы қуанышын жасырмады. Мен ауданда жиналыстарда жүргенімде малдың басын шашау шығармай аман сақтап жүрген ұлым. Ау, сенің арқан ғой. Менің жетістігім, менің алған орденім, менің атағым, абыройым бәрі сенікі. Еңбек сенікі, ал атағы менікі боп жүр ұлым дегенде, өмірі мынандай жылы сөз естімеген ұлы бодан мүлде айтарын білмей тіл күрмеліп қалды. Жарас салмақты қалпы сөзін әрмен жалғастырды. Әсемжанға да бір мотоцикл алып берсем бе деп сөйлесіп қойдым. Дәл осы кезде ішке самауыр көтеріп келе жатқан Әсем қуанғаннан қолындағы самаурынды қоя сала, атасы Жарасты жүгіріп кеп құшақтай алды. Келді. Көке, рахмет деп атасының бетінен сүйіп алды. Ойламаған жерден келіннің бұл қылығы Жарасты мүлде есінен адастыра жаздады. Енді деді Жарас ұлына, Күдебай түбегіне малдарды қашан тоғытып алған дұрыс дейсің? Сен де менен артық білмесен кем білмеймісің? Екеумізде барайық па? Жоқ, біреуміз барып, ана көрші Әлімұханда 300 ақ бас Әлімұханның малымен бірге бәрін бір мезгілде тоғытқан дұрыс па? Сен қалай дейсің бұған? Деді ұлымен ақылдасқан кейіпте. Бодан әкесі өзімен ақылдасқанына, санасқанына төбесі көкке жетті. Мақтаныш билегенде танауын бір тартып көтеріп қоятын әдетімен мұрнын жоғары көтеріп қойып, шай ішкен кесесін келіншегіне итере. Өй, көке, жылдағы іс қой. Әлімұханға қазір барып мотоциклмен айтып келем. Ертең екеуміз де атпен шығамыз. Балық аулап, бір жағынан суға түсіп, өзім де ойлап жүргем. Мына саулықтар ыстықтай бастады. Жазғы қырқым таяп келеді. Соған дейін тоғыттыру керек, ау деп. Жүндері де өсіп қалды. Күн болса мынау ысып бара жатқан. Сөйтіп, ертең кешкі салқымен айдап барсақ Күдебайға жетеміз. Келесі күні асықпай тоғытып, сол жердің шөбі шүйгін малды тағы бір түнетіп, арғы күні қайтсақ та болмай ма? Көке, сен бармай-ақ Әсемнің қасында қала бер. Жалғыз өзі қала алмайды ғой. Апам да жоқ, бала бар, деді. Жарастың ішкі қуанышында шек жоқ. Барлығы өз ойлағандай шешілді. Енді бір жағы ғана түн қалды. Шыдауым керек деп ойлады. Оның үстіне Әсем бүгін сүйіп алған жоқ па? Жарас Әсем екеуі оңаша қалатын сәтті көз алдына елестетті. Мен оны еркелетем, шамалы бірден іркітпей сөйтсем, өзі де маған ықыласымен бейімделсе, ол болуға тиіс деп, көптен өзі армандап жүрген тәтті сезімдермен балқып шала масайды. Жаз жайлауда шопандар бір-бірімен ең жақын дегенде 3-4 шақырым қашықтықта отырады. Қырат ойлы қырлы болған соң, кей кезде шопандар тіккен үйлер көрінбейді. Кәнігі шопандар жылда бұл маңайда өздері әрбір қонысты алақандағыдай біледі. Адаспай тауып келеді. Адаспай тауып барады бір-бірін. Жайлауға шығысымен бағылатын малды көмекшілеріне тапсырып, бас шопандар кездесіп бір шопанның үйінде жиналып карта ойнайтын әдеттер бар. Олар үшін бұл жылда бұлжымас сан. Қарттар картаға 4 түлік мал салады. Қой, сиыр, жылқы, түйе. Жылда осы кезде карта ойыны қызатын. Биыл бұл ойын әлі басталмай тұр. Ойынды бастап реттеп отыратын Жарастың көңілі басқа жақта. Кешке қарай ыстарамен қырынып, үстіне жаңа көйлек, шалбар киініп, уыққа байланған қалтада тұратын үстіне әтірді себіп Жарас өзін дайындап қойды. Ай жарық,
түн тыныш. Кигіз үйде пілте шамның жарығы, әсем кешкі шайды үлкен атасы мен енесіне жататын кигіз үйге әзірлеген. Дастархан басында екеуі ғана. Бесіктегі бала пысылдап тәтті құда. Кеше бетімнен сүйіп алғанда бір түрлі болып кеттім. Содан әлі өзіме келе алмай отырмын деп сөз бастады Жарас шамалыдан кейін. Кешіріңіз, мен дұрыс істемедім, деді атасына әсем ұялып. Және атасы айтқан сөздің төркінін түсінбеді. Беттен сүйіп әдепсіздік жасадым ба деп қорықты. Жоқ, дұрыс істедің, мен күткенім ғой ол. Жаным, қалқам, менің сәулем, шырағым, мен сені келгелі алжып қалдым. Ой, алжып жүрмін, жаным, осынша жасқа келгенде әйел затына дәл саған ынтыққандай ынтық болыппын. Жаным, әсемім, мен сендерше не дейін енді? Түсініктісі, сен, сені сүйемін, мен сені сүйемін. Сені күндіз-түні көріп, саған жете алмай өлгелі жүрмін. Енді өлтіре көрмеші мені. Жарас үздіккен күйі отырған көрпешеден сырғып, әсемнің қасына жақындай берді. Келін атасының тосын қылығынан денесі тітіркеніп, шошып кетті. Әрі құлағы естіген сөзден жерге кірердей қатты ұялып, орнынан бірден атып тұрды. Жарас та орнынан түргеле әсемге қолын соза бергенді. Көке, мына қылығыңыз тіпті ұят қой. Ұялсаңызшы, мен сіздің келініңізбін ғой. Ұялыңыз, ұлыңыздың әйелімін ғой. Сен ұялма, Әсимаш, ешкім көріп тұрған жоқ, ешкім білмейді. Шамалы құшақтап бауырыма қысайыншы, мауқымды басайыншы деп әсемге құшағын айқара ашып, тамағыма, ерніме сүйге ыңғайланған. Әсем лып беріп қолындағының астынан сытылып шықты. Баяғы ағалары үйреткен әдістерден бірі. Содан кейін, сұмдық екенсіз, көке, бұл ісіңіз дей берді де не айтарға сөз таппай. Жарас саспай, асықпай тағы да. Сен, Әсимаш, жаным, түсінбей ойлап тұрсың. Бұл саған деген менің ашықтығым, жанымның ендігі жерде саясы сенсің. Көке, қойыңыз, естігім келмейді. Мені масқара еткіңіз келе ме? Ұлыңызбен бір сізбен бір болады ойлайсыз ба? Сенің таңдауың болады, жаным. Сен менімен ғана боласың. Ұятсызсыз ғой. Сізде немері бар ғой. Жарас осы сөзді естігенде енді танитын еш нәрсе жоқ. Мен құтылып көр деп ойлап қайтадан әсемге ұмтылды. Ортадағы қайнап тұрған самауыр бесіктегі балаға құлап кете ме? Әсем айналшықтап қалды. Жарастың ендігі түрі тура қорқау қасқырға ұқсады. Әсемді білегінен шап беріп ұстап өзіне тарта бергенде, әсем осы тұста қайра жұлқынып Жарастың кеудесінен басымен бір соқты. Ол мұндай соққы күткен жоқ, тәлтіректеп құлай жаздады. Керегеден ұстады да. Ойбай-ау, сен менімен кәдімгідей төбелесіп жүрсің ғой. Өмірі менен білесің бе, қатын құтылып көрген жоқ. Қарай көр. Жақсы айтқанға көнбейсің, ә? Іргеде оқ басында ілулі тұрған қамшысына қол соза берді. Әсем осы сәт кигіз үйден сыртқа атылды. Кеш қоюланған ғой, қолына бір нәрсе іздеді. Сөйткенше Жарастың суылдаған өрме қамшысы арқасын осылай келіп, Жарастың аузы сөзден босар емес. Мен саған бар көңілімдегіні айттым. Мен сен үшін барлығын құрбан еткім келген. Білесің бе, мен кімді айтып тұрғанымды сен білесің. Сен үшін бәрін істегім келген. Осынша уақыт осы күнді күткенмін. Ақылы барма десем, көр мақау екенсің. Түк еш нәрсе түсінбейсің. Мен саған түсіндірем әлі. Қырдың кәрі тағысы ашығы қатты мінді. Бүгін қалайда менің дегенім болады, маған көнесің. Әсемнің осы кезде
ошақ басында қайдан тұрғаны белгісіз үйдің желбау қазығын қағып жүрген темір балтаға көзі түсті. Лезде балтаға жүгірді. Сөйтті де бар күшімен темір балтаны жарасқа қарай құлаштап лақтыра сілтеген. Осы тұста Әсемнің арқа жағында құлаш жетер жетпесте тұрған Жарастың кеудесіне балта сарт етті. Жарас бірден еңкейе берді. Еңкейіп барып тізерлей етпетінен құлады. Әсем Жарасты қайта тұрса не істеймін деп әрірек барды. Қазір түркеледі. Енді мен де аямайды деп дірілдеп тұрып қалды. Енді қорғанатын басқа құрал жоқ. Балта болса Жарастың тізесінің астында. Жарас сол етпетінен түскен күйі тұрмады, қозғалмады. Едәуір уақыт тұрған Әсем қулыққа басып, мені жақындасын деп ой ма деп сезіктене Жарастың иығынан тартты. О, тауба! Балтаның өткір жүзі тамақтан тиіп кеңірдегін кесіп жіберіпті. Кеудесі сорғалаған қан. Әсем оқуын жақсы оқыса да басқа жаққа оқу іздеп, өзге мамандық алуға өзгелердей ынтасы болмады. Көрші үйдегі Салиха әжей қыздарға оқу шоқудан гөрі осындай қол өнері керек саусағын ісмәр болса, несібе өзі іздеп келеді. Қыздар бәрбір күйеуге шығады. Балалы шағалы болады. Үйді тастап жұмысқа кетсе, балаға кім қарайды? Мына мен жастайымнан осы 10 саусағым арқылы табыс тауып келе жатырмын. Жан жағымды өзін көріп отырсын. Кімнен кеммін? Кел, менімен бірге кілемге отыр. Істеген ақынды төлеп отырамын деп 6 сыныптан бастап қасына кілем тоқуға отырғызып, кілем тоқуға үйреткен. Әсемге бұл іс бірден ұнады. Мектепті бітірмей жатып ақ өзінің киімін деген киімін сәнімен киіп, жұрт көзін бірден өзіне аударды. Бойы да сұңғақ боп, әкесі Молдабекке тартып өсті. Әке-шешесі де қызының бетін қақпай, Салиханың сөзін тыңдаса, негізі жаман болмас деп, кілем тоқуға кеткен ынтасынан бөлеген жоқ. Ағалары да совхозда аттарын жақсы жағынан көрсеткен жігіттер еді. Бұл өзі асқан аны жоқ, тосқаны жоқ, өз қарекеттеріне өздері риза, қарапайым адал еңбектермен кешкен, ұйымшылдығы бар отбасылары болатын. Екі ағасын соңынан ерген Әсем ер балалардың барлық істерін білетін. Олар күрессе күресіп, белдессе белдесіп, жұдырықтасып, сол екі ағасының соңында футбол ойнаса футбол, асық ойнаса асық ойнап, қысқасы ер баладай бәрін білді. Мынандай әдіс бар. Сені біреу сырт жағынан келіп құшақтап жібермей басқа жаққа алып кетейін деп жатса, іштен бұлай аяқпен тебесін. Ол сені жіберуге мәжбүр. Сол кезде сен мынаны қолыңмен бұлай, мына қолымен бұлай, басымен бұлай өйтесің, бүйтесің. Бұл оборона деп ағалары кездесіп, неше түрліні үйреткен. Осындай бір күні ағасы жеткерген қарындасы Әсемге: «Әсем, жүр, мен саған машина айдауды үйретемін. Бір жігіттер машинамен қыз алып қашып кетіпті. Егер сені сүймейтін жігітін алып қашатын болса, сен машинаның кілтін алып өзін қашып кетесің. Осыған керек. Бұл оборона. Жігіттер қазір жаман, аш қасқыр, олардан жақсы үйрен, жирен дегенді білмейсің бе? Зияны жоқ» деп қызықтырып, досының машинасын алып, ең керектісін біл деп, барлығын 2-3 ай үйретіп бір қойған. Содан соң бір күні көп көрген екінші ағасы: «Әсем, жүр, мотоцикл үйретем. Бір жігіттер мотоциклмен қыз алып қашыпты. Қазір жігіттерге сенуге болмайды. Сүймеген адамның алып қашса, кері қашуға керек. Бұл саған оборона» деп,
Ол да досынан сұрап алған мотоциклді де үйретті. Көрші Салиха әжей екі ағасын жалғыз қарындасына дегенде шығардай жаны жоқ екендігін әр нәрседен сақтандыратына риза болып, «Әй, жеткерген, көп керген, сендер ойламаңдар, біздің Әсемді біреу алып қашады» деп, Әсемге құда түседі арнайы келіп, шалқытып қолдан ұзатамыз. Мұндай қыз жоқ елде қазір. Мұнда құда түспей көрсін, осы қызды көрмегі жүргендер болсақ, көздер соқыр келеді әлі, бірақ үйрене берсін. Бәрін де білген жақсы, білмегеннен гөрі. Қыз баланың басында өмір болған соң неше түрлі жағдайлар болады дейтін. Ақыры Салиха әженің айтқаны болды. Әсемнің басында барлығы болды. Әсемді ешкім алып қашқан жоқ. Талдырмаш денелі, ұзын бойлы, қара торының әдемісі, биязы мінезді, салмақты, қолының өнері бар Әсемді сыртынан естіп, жарас қасына ұлы боданды ертіп көруге келді. Әсемді бір көргеннен әке-шешесіне құда түсетін айтты. Әкесі Молдабек, шешесі Дәмегүл, жалғыз қызының қалауы болмаса бере алмайтынын, қалауы болса қарсы еместігін білдірді. Бұл екі араға қосарланып көрші Салиха әжей килікті. Ойбай-ау, мына Жарас деген атақты шопан елдің бәрі біледі. Жақсы адам, жалғыз баласы ғой, соған сенің сыртынан мақтауын жақсы болған соң айттырып отыр. Баласын көрдің ғой, әскерге барып келіпті. Шаруа қор бала, саған да осындай жігіт лайық. Сүйу, күйу деген орта жолда өзінен өзі бола береді дегенді Әсемге. Әсем Салиха әжейдің сөзіне илігіп, құдалыққа қарсы еместігін айтты. Пәлен күн аса-төк той жасап, Жарас боданды Әсемге былтыр көктемде өз қолымен үйлендірген. Міне соған бір жыл енді ғана болып отыр. Атасының өрескі қылығынан Әсемнің қолы қанға малынуы мынау. Әсем қас пен көз арасында бұл болған оқиғаны кімге қалай түсіндірмек? Соған ой жіберді. Енді қалған өмірім түрмеде өте ме? Неге олай болуға тиісті? Ол өзі кінәлі. Арсыздыққа барды, күлгірсіді, содан соң күштеп көндіргісі келді. Шындығында мен өзім қорғандым ғой. Менің мына кілем тоқитын қолым ойламаған жерден қанға малынды. Осы сәт Салиха әженің кілем тоқып отырғанда айтқан көп аңыз әңгімелерінің бірі есіне келді. Мына Сырдария бұрын атауы басқа екен. Неге Сырдария аталды? Мен саған соны айтып берейін деген. Бір күні екеуі кілем тоқып отырғанда Әсем жалықпасын дегені шығар. Жаугершілік заман екен. Біреу жаудың құлдығында болып, содан қашып шығып, мына Сырдарияның жағасына келеді. Өзіне әлі жинауға жасырын жер іздейді. Содан дария жағалап жүрсе, Құдайдың құдіретімен төменнен дарияның қатты толқындары шайып ұстанған адам сиятындай үңгір. Ал төбесі биік жар, ешкімнің көзіне түсе бермейтін қуыс тауып алады. Жасырынып жатуға өте қолайлы. Мүмкін бұрындары өзі сияқты қашқын адамдар паналаған жерме? Кім білсін? Содан сол үңгірде күндіз жатып, түнде ай жарығымен балық аулап аялдайды. Үңгір үстіндегі биік жар басынан екі әйел келіп, өздерінің жас күндегі сырларын айта бастайды бір-біріне. Қашқын адам мұның бәрін естиді. Сонда сырлар мынандай екен, тыңда деп Салиха әже диалог бойынша қас қалпында айтқан сыр. Мен жас келіншек кезімде біздің
Қызметімізді жасайтын қызметші құлға қатты есім ауды. Оның да маған көңілі кетті. Күйеуім бір елге кеткенде маған бөтен ешкім кіріп шықпасын. Келетін болса келген соң маған айтасын деп құлға тапсырма берген ғой. Тоқта, сонда ол тоқпақталмаған құл ма? Онысы нестағы? Ол әйелдерін, қыздарын күзететін еркектерді ана еркектің мүшелері жұмыс істемейтіндей малға ұқсатып тарттырып қояды. Жоқ, ондай емес. Оның да мен десе есі жоқ. Менің де ол десе ішкен асым бойыма батпайды. Бір күні күйеуім сапарға 2-3 күн боламын деп кеткен. Біз алаңсыз келмейді деп түнде бір төсекте жатқанбыз. Аттың тұяғының дыбырын естімей ұйықтап қалыппыз. Кигіз үйдің есігін ашып кеп қалып шымылдықты көтеріп күйеуім менің қасымдағы құлды көрді. Қылышын суырған күйі оның кеудесіне кірш еткізіп қағдай сала есікті жауып атымен қайыра келді. Я, сосын не болды? Қайта сенің басыңды шаппаған екен. Мен оның қайда кеткенін білдім. Менің төркініме барып қыздарын осындай мен жоқта есіктегі қызметші құлмен бір төсекте жатыр екен деп масқарамды бір шығарып, екінші мені ат құйрығына байлап сүйретіп өлтіруге билердің үкімін шығару үшін берген қалымалын түгелдей қайтарып алу. Ибай-ай, сен не істедің? Мен төркініме барып келемін дегенше бір шама уақыт сәскеде келіп қалар тездетсе. Қызметші құлды жаным аяса да қимасам да өлімнен ұят күшті. Жатқан жерінен кигіз үйге салып, сүйретіп, осы жерге әкеліп басына үлкен тасты байлап дарияға тастап жібердім. Енді қолымда да қылыш. Оны үйге апарып босаға сүйрей сала үлкен отауда ұйықтап жатқан енемді ояттым. Апажан, қасыма жатшы. Ана қызметші құл қайда кеткенін білмеймін. Есік сыртында жоқ. Мен жаман түс көріп оянып енді ұйықтай алмай жатырмын дедім. Енем қалбалақтап кебісін сүйретіп менімен үйге кірді. Міне апа, мына төсекке жата беріңіз деп өзім шымылдыққа кіріп төсекке жатқандай болдым. Енем енді пысылдап ұйықтай бергенде бағанағы қылышты тура кеудесіне салдым. Үлкен енемнің жаулығы иығына түсіп, шашын дуылдарлатып өз шымылдығыма әкелдім. Бұдан әрі мен жұртым-ау, келсеңдерші, көрсеңдерші, мінекей қасымда жатқан енемді. Күйеуім шешесі екенін біліп қарамастан басқа біреуге жорып қанжарын салды да кетті деп дауыс салып жылап жұртты ояттым. Менің ойлағанымдай күйеуім төркіндерінен әкемді, ағалы арымды биді қасына алып мені жазалауға дайын боп келді. Өліп жатқан өз шешесі, ал шешесінде өзі қанжары екенін көрді. Ол өз қылығына өзі үкім шығарып, сол жерде жиналған жұрт көзінше шешесіне салған қанжарды өзіне салды. Я, сенің айтқаның менің істегенімен ұқсас екен деп екінші әйел өз сырын ақтарған. Ол да өзін өлімнен ұят күшті деп бастап қолымен жасаған қылмысы туралы айтыпты. Үңгірдегі қашқын еліне барып, әйелдердің жасырын сыр ақтаратын жері екен деп дарияны Сырдария атаған екен. Әсем әрі-сәрі болған көп ойлардан Салиха әже айтқан сол әңгімеден бір түйін жасап, я, өлімнен ұят күшті деді ішінен. Әсем бесікті көтеріп, өз отауының есігін ашты. Бесіктегі қыңқылдаған баласын емізуге осы сәт құлқы болмады. Қанға бояулап, көсіліп жатқан өлік анау. Не істеу керек? Енді таң қылаң бергенше асығу керек. Қамшы
Құлаған арқасы удай ашып ақ тұр. Жан-жаққа өлі тыныштық орнады. Анандай жерде бүлік есік алдына болған оқиғаны көрдім дегендей, жарастың астынан күнде мінетін аты осқырынды. Ендігі жұмыс жарастың қан тамған жерін із қалдырмай сүртіп, оның денесін мотоциклге апарып салу. Өлі адамның денесінің ауырлығы ма, жоқ Әсемнің әлі кетті ме, бар күшін жинап жарасты мотоциклдің орындығына жантайтты. Құндақтағы баласын өлі денесінің алдына жатқызып, техникасын от алдыра айдың жарығымен құлан түзге бет алды. Әсем Салиха әже айтқан аңыз ертегінің дәл ортасында жүргендей болды. Басындағы бірақ нәрсе өлімнен ят күшті. Осы маңайда биік жар, төменде қыз бар сияқты еді. Жобалаған жерге тоқтады. Мотоциклдің фарынан қорқыты ма, түлкі ме, қоян ба, суылдап алдынан былай шықты. Әсем асықты. Құлан түзде сыртынан біреу аңдып тұрғандай, жарастың алдындағы ораулы баланы алды. Апарған төсегішті жерге төсеп, иықтағы баланы апарып жатқызды. Енді қимылсыз, бірақ бет-аузын қан жуған жарасты мотоциклден түсіріп, мүрдені жоғары биікке қарай сүйреді. Биіктен төмен қарағанда қыз. Әсем жарасты қызға итеріп кеп жіберді. Мүрде құлдилай жөнелді. Әсемнің көңілі енді ғана орнықты. Бағанағыдан кейін өзге жыбырлаған аң көзге түспеді. Барлығы да түнде өз тіршіліктерін істеп бітіріп, қазір дем алып жатқандай. Ешкім еш нәрсе білген жоқ. Ешкім еш нәрсе көрген жоқ. Түнгі даланың кейін құшағы бәрін өзіне сыйдырып жатыр. Әсем өзіне көрсетілген зорлықты, өз қолымен жасаған қылмысты мына мылқау даланың құшағына табыстап, мотоциклімен жеткей жөнелді. Бұл оқыс оқиға малшы шопандардың қабырғасын қайыстырды. Ойпырмай-ай, жарасты үйінен біреулер келіп алып кетіпті. Келінге біз қазір келеміз. Мен іздеп келген алыстан қонақ бір шопанды іздеп жүр. Соған барып келеміз деп солармен бірге кетіпті. Ана келін жас, кімнің кім екені қайдан білсін. Мініп кеткен аты келген, өзі келмепті. Боданның өзі мал тоғытып, бір күннен кейін келген үйіне. Бодан келген соң көрші малшылардың бәрі хабарланып іздеуге шығады. Ой, қырға табылмапты. 3 күн өтіпті. Ақыры қыздан табылыпты. Ит-құсқа таланған ба, түрінен түр жоқ. Жарастың өзін тану қиын болған. Ауданнан тергеушілеріміз деп біреулер де жетті. Жарасқа келіп алып кеткен адамдар қандай, олардың арасында қандай сөздер айтылды. Кездейсоқ естіп қалған жоқсың ба? Көкен оларды қалай қарсы алып еді? Сөйлескен сөздерде ренжістер байқалды ма деп сұрақтар қойылды Әсемге. Әсем бір жауаптан айныған жоқ. Мен білмеймін, мен ол адамдарды бұрын осы үйде көрдім, не көрмедім білмеймін. Келіндер келген кеткен адамға назар салмайды, енем біледі. Мен ешкімге қарамаймын. Бала емізіп, өзімнің отауымда отырғанмын. Бірақ көкем айтты, біз қазір тез барамыз да келеміз. Қорықпай отыра бер деп, мен атамды күттім. Түнде де келмеді. Жалғыз өзім баламен қорқып бодан келгенше отыра бердім. Ал атамның аты өзі келді таңертең үйге. Аудандық газетке, облыстық газетке қазынамалар жарияланды. Абзал азамат, аңқылдаған ақ жүректі атақты шопан, еліміздің мақтанышы, тағы басқа толып жатқан мадақтар қамтылған. Әйелі Үміт жылап отыр. Аяулым-ай, 30 жыл отасқанда иш-шай десіп көңіл қалдырмағаным-ай, соншалық маған дем ал, қыдырып ой жаз, денсаулығыңды күт деп жіберіп еді.
арқа тұтар ақылшым-ай деп. Көкешім-ай, өлерінде көрінді ме? Совхоз келгенде шыттай киініп, үстіне әтір құйып, әндетіп жүреді. Соңғы бойын жазыпты-ау көкешім деп қызы Зылиха жылап отыр. Көкем сол күні менімен ерекше жылы сөйлесіп, менің атақ алуым барлығы сенің арқан деп еді. Уазик алып беретінін айтып еді деп ұлы бодан отыр. Кеңкілдеп бота-бота боп. Ойпырмай, осы жәкен биыл ерекше нұрланып, көңілденіп, бір сезімде жүрді. Бұрын ондайтын байқамайтынбыз. Биылғы көктемде бір өзгеше боп жүрді. Қар да ойнайтын кезі қашан бастайды деп жүр едік, деді сол жайлаудағы қойшылардың бірі. Әй келін, деді жақын ағайындарынан бір кемпір Әсемге бұрылып. Сен де дауыс сал. Жыла жоқта атанды. Әсем деген келінім бар. Әсем десе әсем деп сені аузынан тастамайтын. Өткенде ана орталықтағы дүкендерден саған арнап тіпті киімдер алыпты ғой. Жалғыз ұлымның келіншегі. Енді қуантайыншы деп. Мұндай атаның енді қайдан табасын? Тымпиып бала емізі деп кетіп қала берме. Жалғыз бала туған сен бе едің? Қатарға отыр. Жоқтау айт, даусынды көтер, жыла. Атан жас кетті. Қаншер біреудің қолынан кетті. Малшылардың жазғы селтінде бүкіл шопандардың, совхоз, аудан, облыс өкілдерінің қатысуымен жарастың 40 күндік асы берілді. 40 күн іштен тынған Әсем совхоздан келген бір машинаның шопырына: мені кетерінде ала кетші совхозға, ешкім білмесін, бұл жерде қалғым келмейді, мал да бәрі де құрсын, деп өтініш жасаған. Ана шопыр жарастың келіні екені білсе де еш нәрсе тәптіштеп сұрамай уәдесіне тұрып алып кетіпті. Келген күні әкесі мен шешесіне, ағаларына көлік болған соң келіп қалдым. 1-2 күн болған соң қайыра жайлауға кетем, әр үйде сағындым дегеннен басқа сөз айтпаған. Сол түні Әсем Салиха әжеге онша келіп, 40 күннен бері жанын жегенедей жеген оқиғаны қас қалпында баяндап, енді не істеймін, әже, қалай өмір сүремін, ақылыңызды айтыңыз, деді. Адам баласы ішінде деген қызым, атағы жер жарған жарасты сондай адам деп кім ойлаған? Менің де кінәм бар бұл жерде. Баласына құда түскенде сол үйдің отбасына келін болуға саған кеңес берген. Айналайын, тағдыр деген осы, я, кейде осылай адамды сынақ қалады. Мен сені Алматы облысындағы Төркін жұртыма жіберейін. Ертеңгі пойызбен. Інім бар, бала-шағасымен, мен сияқты кемпіріммен. Қазір інім де шал болып қалды. Ой, сол үйге тоқтап, мен үйреткен өнеріме шолдана бер. Аш болмайсың, кем болмайсың. Ал маған айтқан ана жағдайында ешкім білмейтін болады. Мен оны көріме өзімен бірге ала кетемін, деп Әсемді жұбатып арқасынан қақты. Әсем талай күннен бері көзінен жас та шықпай қатып қалып еді. Үстінен ауыр жүк түскендей болған соң жылап көпке дейін басылмады, бірақ жүрегі жеңілдеп қалды. Арада біршама жыл өтті. Салиха әже дүние салды. Өзі уәде еткендей ешкімге, тіпті Әсемнің әке-шешесіне, ағаларына да бұл сыр жеткен жоқ. Ал Әсем өзінің кілем тоқу өнерімен баласын өзін асырады. Кейін қолөнер шеберханасын ашты. Тұрмысқа шықты. Салиха әжейдің Төркін жұртында тамыр жайды. Бодан әкесі өлгеннен кейін және келіншегі өзінен еш себебін айтпай кетіп қалған соң күйреп арақ ішіп, алдындағы малды баға алмады. Шопандықтан босады. Бұл кез кеңес үкіметінің тарап, баяғы жас жайлауы жадыраған шопан малшылардың жекешенінің қолына көшіп, шаруаның қожырай бастаған кезетін. Шешесі Үміт кейінірек баласын үйлендіріп, Боданды құрылысқа кіргізген. Ал Сарысу бойында жарас денесі табылған қызды шопандар сол оқиғадан соң жаман қыз деп атап кеткен.